Қарызға кіріп кеттім. Қазіргі жағдайым қиын, қарызда жүрмін. Сіз қарызға кіріп шыққан адам ретінде қандай кеңес бере аласыз деп көп адам сұрайды да менен. Сол кісілерге жауап ретінде айта кетейін дедім. Қарыздан құтылғыңыз келсе, егер де сіз бірінші кезекте өзіңіздің кірісіңіз бен шығысыңызды есептеп жазыңыз. Егер де сіз өзіңіздің кірісіңіз бен шығысыңызды білмейтін болсаңыз, қанша сіз теңге табыс тауып жатсыз және қанша ақша жұмсап жатсыз, айына қанша теңге жұмсайсыз, жалпы күн көрісіңіз бола ма, ол услуга, жалпы неге төлейсіз, мысалға кредитіңіз бар ма, тамақ, балалардың балабақшасы, тағы қандай шығындарыңыз бар, бүткіл шығыныңызды жазыңыз. Мен айтар едім, адам қарыздан құтылмайды ешқашанда, қай кезде өзінің кірісі мен шығысын білмеген кезде. Ол еш нәрсені есептемей, есепсіз өмір сүрсе, өзіңнің үйіңе қанша табыс кіріп жатқанын жолдасыңмен қосып есептеген жағдайда, мысалға, қанша табыс кіріп жатқаныңды, өзіңнің шығының қанша екенін білмеген жағдайда қарызынан құтыла алмайсың да. Одан кейін қарызыңның қанша екенін суммасын жазасың. Біріншіден өзіңнің кірісіңді есептейсің. Қай жақтан қандай табыс кіріп жатқанында, біреулер 2-3 жерден табыс табуы мүмкін да, мысалы қосымша табыс. Екіншісі өзің шығыныңды есептейсің. Қанша шығынып жатыр сенде, қанша жұмсайсың сенде, шығысың қанша. Сосын үшінші өзіңнің қарызыңды есептейсің. Толық қарызыңызды жазып шығасыз, ерінбейсіз, каждый банктың приложениесіне кіріп, кредиттеріңіз болса, сол жерден тиынына шейін есептеп жазасыз да. Қол қарыз болса, адамдан пәленшеден осындай қарызбын, түгеншеден осындай қарызбын, толық ясыныз болу керек сіздің ойыңызда, миыңызда, ақылыңызда, жалпы толық түсінік болу керек. Қарызыңыздың қанша теңге екенін, және соған құтылатын ниет болады ғой адамда, сол кезде барып, вот жолдар қарастырыла бастайды. Уже ақшаңды білесің, табысыңды, шығыныңды білесің, одан артылған ақшаны қарызға төлейтінді білесің. Сол кезде өзіңе сұрақ қоя бастайсың. Қосымша табысты қайдан тапсам болады деген. Уже көзің алдында бәрі жайылып көрініп тұрған кезде қосымша табыс табу керек екен, ол қанша сумма болу керек, примерно өзің қарызыңды есептеген кезде соны айларға бөліп тастадың ғой, айларға бөліп тастаған кезде қанша суммадан төлейтін шығып тұр, сенің артылып тұрған күнкөрісіңнен артылып тұрған ақшаң мынандай болып тұр. Соған қандай ақша жетіспей жатыр саған, 100 мың ба, 150 мың ба, бәрі алдыңда ашық айқын көрініп тұр. Сол кезде сол табысты, қосымша табысты қайдан тапсам болады деген сұрақ келеді сенде. Сол сұраққа жауап беру арқылы өзің жазасың. Қолыңнан не келеді, 10 іс па, 15 іс па, бәрін қағазға жазасың да. Соның ішінде нақты сенің қолыңнан не келеді, сен не істей аласың, не жақсы келеді сенің қолыңнан, сауда жасай аласың ба, білмеймін, бірдеңе істеп сатасың ба, пісіресің ба, соны іске асыра бастайсың да, қосымша табыс солай келе бастайды. Сол кезде ғана қарыздан құтылатын сенде мүмкіндік пайда болады. Просто так жатып, желание жазып қойып жатқаннан ол қарыздан құтылмайсың өкінішке орай. Осылай жасаңыздар.